Лимонның сиқырлы ерекше қасиеттерін білесіз бе? Егер де сіз осы видеоны қарап отырсаңыз, арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Лимон қосылған шай, шырын, сулар басыңыздың ауырғанын басып, жүйке жүйелеріңізді демалдырады. Лимон шырынымен шашыңызды жуыңыз. Шашыңыз жылтыр, жұмсақ әрі жібектей болады. Тісіңіздің қабыршағын кетіріп, ағарту үшін көк лимонның шырынымен жуып тұрыңыз. Лимон қабығымен тырнағыңызды ысқылаңыз. Тырнағыңыз қатты әрі жылтыр әдемі болады. Кез келген жәндік шаққан жерді лимон шырынымен сүртсеңіз, тез жазылып, ізі қалмайды. Үйіңізде жәндіктер мен шыбын-шіркейлер көбейіп кетсе, солар жүретін жерлерге лимон шырынын жағып тастаңыз. Уланған жағдайда суға лимон шырынын араластырып ішсеңіз, ағзаңызды тазартады. Күйген жеріңізге лимон қойсаңыз, тез жазылуына көмектеседі. Етек кіріңіз тұрақты келмесе, лимон шырынын ішіңіз ішкі ағзаңызды қайта қалпына келтіреді. Аяғыңыз шашаса, лимонмен аяқты ысқылаңыз, шашағанын басады. Әжімдер көңіл күйіңізді түсірсе, күнжіт майы мен лимон шырынын бірдей мөлшерде алып, араластырып, бетіңізді сүртіңіз. Құрметті көрермендер, лимонды емдік мақсатта ма, немесе басқа мақсатта ма қолданасыз ба? Төменге жаза кетіңіздер. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Дендеріңіз сау болсын.